Уақыт бұл Marvel кино әлеміндегі ең қатал, ең кешірімсіз күш. Ол бәрін өзгертеді, бәрін жояды және ешкімді аямайды. Бірақ бір адам уақытқа қарсы тұруға тырысты. Ол уақытты тоқтатып, онымен жарысып, ақырында оның ережелерін бұзды. Бұл адам Стив Роджерс. Біз оны Капитан Америка, алғашқы кек алушы ретінде білеміз, бірақ оның шын мәнінде кім екеніне, оның ішкі трагедиясына және оның ең соңғы шешімі мультиғаламға, соның ішінде Виктор фон Дум сияқты құдіретті тұлғаларға қандай апат әкелгеніне тереңірек үңіліп көрейік. Бұл жай ғана суперқаһарманның тарихы емес, бұл бәрінен айырылып, соңында өз бақыты үшін бүкіл ғаламның тағдырын таразыға қойған жауынгердің эпикалық әрі трагедиялық жолы. Стив Роджерстың тарихы күш пен құдіреттен басталған жоқ. Оның тарихы әлсіздіктен, аурудан және шексіз әділетсіздіктен басталды. 1940 жылдар әлем соғыс өртіне оранған кез. Стивтің бойындағы басты ерекшелігі оның физикалық күші емес, оның ішкі моральдық компасы еді. Ол ауласындағы бұзақылардан таяқ жесе де, мен бұлай күні бойы төбелесе аламын деп орнынан тұратын. Бұл сөздер оның бүкіл өмірлік ұстанымына айналды. Стив неге соғысқа барғысы келді? Ол біреуді өлтіруді көксеген жоқ. Доктор Эрскин одан «Сен нацистерді өлтіргің келе ме?» деп сұрағанда, Стив «Мен ешкімді өлтіргім келмейді, мен жай ғана бұзақыларды ұнатпаймын» деп жауап береді. Бұл өте маңызды сәт. Ол билікті, күшті аңсаған жоқ. Ол әділетсіздікке шыдай алмады. Доктор Эрскин суперсолдат сарысуын енгізу үшін дәл Стивті таңдауы кездейсоқтық емес еді. Доктор Эрскин күшті адамдардың күштің қадірін білмейтінін, ал әлсіз адамның мейірім мен күштің бағасын түсінетінін айтты. Осылайша әлсіз демікпесі бар Стив Роджерс Капитан Америкаға айналады. Бірақ бұл физикалық трансформация оның алғашқы үлкен жоғалтуларының бастамасы ғана еді. Сарысу егілген бойда оның көз алдында оған сенген жалғыз адам доктор Эрскин қаза табады. Бұл Стивтің ұзаққа созылатын қайғы қасірет жолындағы бірінші трагедиясы болатын. Капитан Америкаға айналғаннан кейін Стив бірден майданға аттанған жоқ. Үкімет оны цирк маймылындай пайдаланып, сахнада ән айтқызып, облигациялар сатуға жұмсады. Стив өзінің идеалдары мен шындықтың қабыспайтынын алғаш рет осы кезде сезінді. Ол соғысқа адамдарды қорғау үшін барды, ал оны жай ғана үгіт-насихат құралына айналдырды. Оның шынайы жауынгерге айналуы өзінің ең жақын досы Баки Барнсты тұтқыннан құтқаруға барған сәтінен басталады. Бұл жерде біз Стивтің ешқандай бұйрыққа бағынбайтынын, егер бұйрық оның моральдық принциптеріне қайшы келсе, ол ережелерді бұзуға дайын екенін көреміз. Бұл мінез оның бүкіл өмірінде, әсіресе болашақтағы кек алушылармен және үкіметпен болатын қақтығыстарында шешуші рөл атқарады. Соғыс кезінде Стив бәрін тапты. Ол шынайы махаббатты, Пегги Картерді жолықтырды. Өзінің қарулас достары болды және өзінің өмірлік мақсатын тапты. Бірақ Марвел әлемі Стивке бақытты ұзақ көруге рұқсат еткен жоқ. Көп ұзамай ол ең жақын досы Бакиден айырылды. Пойыздан құлаған Бакидің өлімі Стивтің жанында өшпес жара қалдырды. Ол өзін кінәлады, ал содан кейін ең үлкен құрбандық сәті келді. Тессаракт қуатымен жұмыс істейтін қызыл бас сүйектің бомбалаушы ұшағы Нью-Йоркке қарай бағыт алғанда, Стив өзін құрбан етуден басқа амал таппады. Радио арқылы Пеггимен қоштасу сәті бүкіл Марвел кино тарихындағы ең жүректі ауыртатын көріністердің бірі. Пегги, біздің биімізді кейінге қалдыруға тура келеді, деп Стив мұзды мұхитқа құлады. Ол өлді деп есептелді, бірақ шын мәнінде ол одан да жаман тағдырға душар болды. Ол уақыттың сыртында қалып қойды. Стив көзін ашқанда бәрі өзгерген еді. Ол 1940 жылдардағы радионың дауысын естиді, бірақ бейсбол ойынның бұрын болған матч екенін түсініп бөлмеден қашып шығады. Таймс-сквердің ортасында тұрған Стивтің көзқарасындағы үрейді елестетіп көріңізші. Ол бөтен әлемде. Оның достарының бәрі өлген немесе қартайған. Ол бүкіл өмірінен, махаббатынан, уақытынан айырылды. Ник Фьюри оған «Сен 70 жыл ұйықтадың» дегенде Стивтің жалғыз жауабы «Менің билеуге уәдем бар еді». Бұл сөздер оның ішкі бостығын, оның жүрегіндегі орны толмас трагедияны көрсетеді. Бірінші кек алушылар фильмінде Стив өзін өте жалғыз сезінеді. Экранда біз оның бокс қабын тесіп жібергенше ұрып жатқанын көреміз. Оның әрбір соққысы өткенге деген сағыныш, ашу мен дәрменсіздік. Ол соғыстың аяқталғанын біледі, бірақ ол үшін соғыс ешқашан тоқтаған емес.
Заманауи әлем Стив үшін тым өзгеше, тым күрделі болды. Ол Тони Старк сияқты эгоист миллиардермен тіл табыса алмайды. Тони Старк үшін бәрі ойын, ал Стив Роджерс үшін бәрі борыш пен құрбандық. Олардың алғашқы қақтығыстары кейіннен үлкен азаматтық соғысқа ұласатын идеологиялық алшақтықтың негізін қалады. Нью-Йорктегі шайқас кезінде Стив қайтадан өзінің білетін жолына соғысқа оралады. Ол команданы басқарып, адамдарды құтқарады. Ол қайтадан сарбаз болды, бірақ бұл шайқас аяқталғаннан кейін оның ішіндегі сұрақ қайта жаңғырды. Енді не істеймін? Мен бұл әлемге кіммін? Оның костюмі жұлдызды, жарқыраған болғанымен ішкі жан дүниесі қап-қараңғы, бос кеңістік еді. Ол уақыттың құрбаны болды, бірақ ол уақытпен келісімге келуді үйренуі керек еді. Стив Роджерс жаңа әлемде өзін қалай таба алатынын түсінбеді. Ол SHIELD ұйымының арнайы агенті ретінде жұмыс істей бастады. Бірақ көп ұзамай бұл әлемнің өзі үйренген 1940 жылдардағыдай ақ пен қарадан тұрмайтынын ұқты. Ол кезде жаудың кім екені анық еді. Нацистер, Гидра, форма киген зұлымдар. Ал қазіргі әлемде жаулар достың бетпердесін киіп, саясат пен қауіпсіздік желеуімен жасырынып жүрді. Бұл психологиялық сыну. Капитан Америка қысқы жауынгер фильмінде ең жоғарғы шегіне жетеді. Ник Фьюри Стивке Inside жобасын миллиондаған адамдарды ықтимал қауіп төндірмей тұрып, алдын ала жойып жібере алатын алып геликарьерлерді, яғни ұшатын кемелерді көрсетеді. Бұл Стивтің бүкіл моральдық қағидаларына қайшы еді. Бұл бостандық емес, бұл қорқыныш, дейді Капитан Америка. Стив еркіндіктің құнын жақсы білетін, өйткені ол фашизмнің не екенін өз көзімен көрген. Ол қауіпсіздік үшін еркіндікті құрбан етуге келіспеді, ал көп ұзамай оның ең қорқынышты күдіктері расталды. SHIELD ұйымының ішінен Гидра шірітіп жаулап алған екен. Стив қызмет етіп жүрген жүйе, ол сенген үкімет бәрі жалған болып шықты. Ол енді ешқандай институтқа, ешқандай үкіметке сене алмайтынын түсінді. Бұл оның мемлекетшіл сарбаздан тәуелсіз тұлғаға айналуындағы ең маңызды қадамы еді. Бірақ ең ауыр соққы саяси емес, жеке соққы болды. Оған қарсы жіберілген ең қауіпті жалдамалы кісі өлтіруші қызыл жұлдызды темір қолы бар қысқы жауынгер, оның баяғыда өлдіге санаған ең жақын досы Баки Барнс болып шығады. Стивтің көшеде Бакидің маскасын жұлып алған кездегі жүзіндегі қайғы мен шарастықты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл Стив үшін нағыз тозақ еді. Оның өткен өмірінен қалған жалғыз тірегі, яғни Баки Барнс миы жуылған, ештеңені еске түсіре алмайтын, оны өлтіруге бағдарламаланған мәңгүртке айналған. Бұл жерде Стивтің ұлылығы оның күшінде емес, оның махаббаты мен кешірімінде көрінеді. Фильмнің шарықтау шегінде геликарьер құлап бара жатқанда Стив өзінің басты қаруы қалқанын суға тастайды. Мен сенімен соғыспаймын, сен менің досымсың. Баки оны қан жоса қылып сабап жатса да Стив соңына дейін сенімен біргемін дейді. Бұл сөздер оларды Бруклиндегі бала күнінен байланыстырған сөздер еді. Стив Баки үшін өз өмірін қиюға дайын болды. Ол үшін жүйеден гөрі жеке адамның тағдыры маңыздырақ екенін осы кезде толық дәлелдеді. Кек алушылар Альтрон дәуірі фильмінде біз Стивтің ішкі дүниесіне, оның ең терең қорқыныштарына үңілеміз. Ванда Максимов оған иллюзия жібергенде Стив не көреді? Ол құбыжықтарды немесе ақырзаманды көрмейді. Ол 1940 жылдардағы би кешін, соғыстың аяқталғанын тойлап жатқан адамдарды және Пегги Картерді көреді. Пегги оған «Соғыс аяқталды, Стив, біз үйге қайталамыз» дейді. Бірақ зал кенеттен босап қалады. Бұл нені білдіреді? Бұл Стивтің ең үлкен трагедиясы. Альтрон айтқандай, Капитан Америка, Құдайдың әділ адамы, соғыссыз өмір сүре алмайтындай болып жаратылған. Стив бейбіт өмірде өзіне орын жоқ екенін түсінеді. Ол тек күресу үшін, соғысу үшін ғана бар. Оның үйі, әскери базалар, оның отбасы басқада жарақат алған жетім қалған кек алушылар. Ол қанша жерден қарапайым өмірді аңсағанымен, оның ішіндегі сарбаз ешқашан демалысқа шыға алмайды. Бұл оның мойнындағы ауыр крест еді. Стивтің жүріп өткен жолындағы ең ауыр, ең қайғылы кезең Капитан Америка азаматтық соғыс. Бұл жерде жаулар бөтен ғаламшарлықтар немесе роботтар емес. Бұл жерде кек алушылар бір-біріне қарсы шығады. Біріккен ұлттар ұйымы Соковия келісімін ұсынады. Бұл келісім бойынша кек алушылар үкіметтің тікелей бақылауына өтуі керек. Тони Старк, яғни темір адам, Альтронды жасап, кінәні сезінгендіктен бұл келісімді қолдайды. Бірақ Стив бас тартады. Ол SHIELD пен Гидра оқиғасынан кейін ешқандай үкіметтік ұйымға сенуге болмайтынын түсінген. Егер бізді біз барғымыз келмейтін жерге жіберсеші, немесе егер біз керек жерге баруға рұқсат бермесеші, ең дұрысы еркіндігіміз өз қолымызда қалуы, дейді ол. Дәл осы уақытта оның өміріндегі тағы бір ауыр қаза орын алады.
Оның алғашқы және жалғыз махаббаты Пегги Картер қайтыс болады. Пеггидің жаназасында оның жиені Шерон Картердің айтқан сөзі Стивтің алдағы әрекеттеріне бағыт береді. Бүкіл әлем саған жол бер деп айтса да, сен ағаш сияқты тамырыңды берік байлап, жоқ, сендер жол беріңдер деуің керек. Бұл Стивтің бүкіл болмысы, ол көпшіліктің пікіріне емес, өзінің ішкі ақиқатына ғана сүйенеді, және оның ақиқаты Бакиді құтқару болды. Бакиге Біріккен ұлттар ұйымы ғимаратын жарды деген жалған айып тағылғанда, Стив бүкіл әлемге, заңға, тіпті өзінің достарына қарсы шығады. Ол үшін Баки жай ғана дос емес, ол Стивтің өткен шақтағы үйіне, оның шынайы, жоғалған өміріне жалғайтын жалғыз көпір еді. Бакиден айырылу, өзінен айырылумен тең болды. Сібірдегі бункердегі соңғы шайқас Марвел тарихындағы ең эмоционалды көрініс. Тони Бакидің өз ата-анасын, Говард пен Мария Старктарды өлтіргенін білгенде, оны өлтірмек болады. Стив Бакиді қорғап қалады. Стив Тонидің реакторын қалқамен ұрып сындырғанда, ол тек темір адамның костюмын ғана емес, кек алушылардың бірлігін де қиратады. Тони оған, бұл қалқан саған тиесілі емес, оны менің әкем жасаған деп айқайлайды. Стив қалқанды тастайды. Бұл өте символикалық сәт. Қалқан Капитан Американың мемлекеттің заңның символы еді. Қалқанды тастау арқылы Стив Роджерс ресми түрде Капитан Америка болудан бас тартады. Ол үкіметтің қуыршағы болудан гөрі қылмыскер қашқын болуды таңдайды. Ол барлығынан, атағынан, достарынан, заңдылығынан айырылып қараңғылыққа сіңіп кетеді. Бірақ ол өзінің арының алдында таза еді. Осылайша әлемге ең үлкен қауіп төнгенде, таныс келгенде жер шарының ең мықты қорғаушылары екіге бөлінген, бір-бірімен сөйлеспейтін жағдайда еді. Стивтің жеке тұлға ретіндегі шешімдері оның жанына тыныштық бергенімен, ғаламдық масштабта үлкен осалдық тудырды. Кек алушылар шексіздік соғысы басталғанда біз мүлдем басқа Стивті көреміз. Оның сақалы өскен, формасындағы жұлдыз жұлынып тасталған, костюмі кіріліп түсін жоғалтқан. Ол енді үміттің символы емес, ол көлеңкеде жүрген, тек тірі қалу және басқаларды қорғау үшін ғана соғысатын партизан жауынгер. Ол Вижнді құтқару үшін көлеңкеден шыққанда, оның бойындағы күш пен тәжірибе бұрынғыдан да зор екені көрінеді. Стивтің Вакандадағы басты ұраны: біз адам өмірлерімен саудаласпаймыз. Ол танысты тоқтату үшін Вижнді құрбан етуге қарсы тұрды. Бұл оның баяғы Бруклиндегі мінезі. Бірақ дәл осы принцип әрбір жеке адамның өмірі маңызды деген сенім, Таныстың прагматикалық, яғни жарты ғаламды құрбан етіп қалғанын сақтау идеологиясына жеңіліс табады. Таныс Вакандаға келгенде Стив бар күшін салып, оның шексіздік қолғабын жалаңаш қолмен ұстап қалуға тырысады. Бұл көріністе Таныстың көзінен де құрмет байқалады. Бірақ адамның ерік жігері ғарыштық құдіретке қарсы тұра алмады. Таныс саусағын шертті. Стивтің көз алдында оның ең жақын досы Баки күлге айналып ұшып кетеді. Сосын Сұңқар, Ванда, Тчала. Ол өмірінде алғаш рет толықтай шарасыз түрде жеңіліске ұшырады. Ол бәрін жасады, бірақ бұл жеткіліксіз болды. Бұл жеңіліс Стив Роджерстың психологиясын толығымен бұзады. 5 жыл бойы ол жартылай өлі күйде өмір сүреді. Ол психологиялық қолдау топтарын жүргізіп, адамдарға өмірді жалғастыру керек деп ақыл айтқанымен, өзі жалғастыра алмады. Өйткені ол Стив Роджерс, берілуді білмейтін адам. Және дәл осы беріле алмау қасиеті оны уақыт машинасына кіруге, өткенді өзгертуге және байқаусызда бүкіл мультиғаламның құрылымын бұзып, Доктор Думның трагедиясына себепкер болатын қадамға итермелейді. Таныстың шертуінен кейін жер бетінде ғана емес, бүкіл ғаламда өлі тыныштық орнады. Кек алушылар финал фильмінің басындағы Стивтің бейнесі оның бүкіл өміріндегі ең трагедиялық нүкте. Ол бұрынғыдай жаумен бетпе-бет шайқаса алмайды, өйткені жау жоқ. Таныс тастарды жойып жіберді, енді ештеңені өзгерту мүмкін емес сияқты. Стив психологиялық көмек тобында отырып, адамдарға жұбату сөздерін айтады. Әлем қайта қалпына келе жатыр, біз алға жылжуымыз керек. Бірақ топтан шыққан соң, Наташа Романовпен сөйлескенде ол өзінің ішкі шындығын ақтарады. Кейбір адамдар ұмытып алға жылжиды, бірақ біз емес. Стив алға жылжи алмайды. Оның бүкіл болмысы күрестен тұрады. Ол күресетін дәнеңе қалмаған кезде ол іштей шірей бастайды. Алайда кванттық әлемнен кездейсоқ шығып қалған Скотт Лэнг, яғни құмырсқа адам оралғанда, Стивтің көзінде баяғы от қайта жанады. Уақыт арқылы саяхаттап бәрін орнына келтіру мүмкіндігі туады. Бұл оның үйренген жолы, бұл оның соңғы соғысы. Осы тұста Тони Старкпен тарихи татуласу орын алады. Тони оған өзінің әкесі жасаған қалқанды қайтарып бергенде, ол жай ғана қаруды емес, Стивке деген сенім мен Капитан Американың символын қайтарады. Осылайша уақыт ұрлығы басталады. Бұл саяхат барысында Стив 1970 жылдарға түсіп, әйнектің ар жағынан өзінің махаббаты Пегги Картерді көріп қалады.
Бұл кішкентай ғана көрініс оның жүрегіндегі терең жасырылған эгоистік қалауды, өз бақытым үшін өмір сүрсемші деген ойды қайта оятады. Бұл ой болашақта бүкіл мультиғаламның тағдырын шешетін ұрық еді. Финалдық шайқас Марвел тарихындағы ең эпикалық сәт. Бұрынғы таныс жерге келіп, кек алушылардың штаб пәтерін жермен жексен етеді. Тони, Тор және Стив үшеуі ғана танысқа қарсы шығады. Таныс өзінің қос жүзді семсерімен Стивтің қалқанын, яғни сынбайды деп есептелген вибраниумды ұрып сындырады. Қалқанның сынуы Стивтің сенімдерінің тас-талқан болуын білдіретін метафора. Бірақ Стивтің ең басты қаруы қалқан емес, оның сыңбас рухы еді. Қалқанның жартысы ғана қалған, бүкіл денесіне қан саулаған Стив жалғыз өзі Таныстың миллиондаған әскеріне қарсы тұрады. Бұл көрініс Капитан Американың кім екенінің ең таза көрінісі. Ол жалғыз қалса да ешқашан берілмейді. Және дәл сол сәтте Тордың балғасы Мьёльнир жерден көтеріліп Стивтің қолына ұшып келеді. Мен оның лайықты екенін білгенмін деп Тор қуана айқайлайды. Неліктен Стив лайықты болды? Өйткені ол күшті өзі үшін емес, әрқашан басқаларды қорғау үшін пайдаланды. Оның ниеті таза, жаны кіршіксіз еді. Ол балғамен Танысты соққының астына алғанда біз тек суперқаһарманды емес, әділеттілік үшін күрескен сарбаздың бет-бейнесін көреміз. Қайта тірілген қаһармандар порталдардан шыға бастағанда, Стив өміріндегі ең маңызды бұйрықты береді. Кек алушылар, жиналыңдар. Шайқас жеңіспен аяқталады. Тони Старк өзін құрбан етіп, ғаламды аман алып қалады. Стив ең жақын досымен, қаруласымен қоштасады. Жалпы мақсат орындалды, Таныс жойылды, бірақ Стив Роджерстың жеке хикаясы әлі аяқталмаған еді. Тони Старктың жаназасынан кейін баламалы уақыт желілерінде ауытқулар болмау үшін шексіздік тастарын өз уақыттарына қайтарып беру миссиясы Стивке жүктеледі. Профессор Халк кванттық туннельді қосып, ол үшін ол жақта қанша уақыт өтсе де, біз үшін бұл небәрі 5 секунд алады дейді. Стив кванттық әлемге кіріп кетеді, 5 секунд өтеді, бірақ ол қайтып оралмайды. Оның орнына Сэм мен Баки көл жағасында отырған қарт адамды байқайды. Бұл қартайған, өмірін толық сүрген Стив Роджерс еді. Ол өзінің жүрегінің түкпіріндегі Тонидің кеңесін тыңдап, өзіне тиесілі өмірді сүруді ұйғарыпты. Ол 1949 жылға оралып, Пегги Картерге барып, онымен билеп, үйленіп, қартайғанша сонда қалған. Ол қалқанын Сэмге табыстап, өзінің қаһармандық жолын толықтай аяқтайды. Бұл көрініс кино тарихындағы ең әдемі, ең көз жасына ерік беретін финалдардың бірі. Алайда, егер біз эмоцияны шетке ысырып, уақыт пен кеңістік заңдылықтарына назар аударсақ, Стив Роджерстың бұл шешімі оның өміріндегі ең өзімшіл, эгоистік және ең қауіпті қадам еді. Ежелгі ұстаз Брюс Беннерге не айтып еді? Егер сендер өткеннен бірдеңені өзгертсеңдер, сендер жаңа, баламалы уақыт тармағын жасайсыңдар, және ол тармақ қараңғылыққа ұшырауы мүмкін. Стив тастарды орнына қойып бәрін жөндеді делік. Бірақ оның өзі 1940 жылдарда қалып қоюының өзі үлкен парадокс тудырады. Ол сол жердегі тарихқа араласпай, Пеггимен тыныш өмір сүрді ме? Гидраның шит ішіне кіріп жатқанын көре тұра, Бакидің қысқы жауынгер ретінде азапталып жатқанын біле тұра, ол үнсіз қалды ма? Стив Роджерс сияқты адамның әділетсіздікке көз жұма қарауы мүмкін емес. Ендеше ол өткен шақтағы тарихты өзгертті. Ол жаңа уақыт тармағын жасады. Уақыт сақшыларының көзімен қарағанда, Стивтің бұл әрекеті қатаң жазаланатын қылмыс болуы керек еді. Кейін Локи сериалында олар кек алушылардың уақыт саяхаты рұқсат етілген деп ақтағанымен, Стивтің сонда қалып қоюы рұқсат етілген бе еді? Бұл үлкен сұрақ. Стив өз бақытын тапты, бірақ ол уақыттың табиғи ағымын сындырды. Ол мультиғаламның қақпасын итеріп жіберді. Оның бұл кішкентай жеке бақыты басқа ғаламдар үшін, әсіресе уақыт пен кеңістіктің жыртылуына пайда болатын инкурсия, яғни ғаламдардың соқтығысуы үшін катализатор болды. Стив Роджерс тарихтан кеткеннен кейін жер бетіндегі басты қорған құлады, бірақ одан да қорқыныштысы мультиғалам тұрақсыздыққа ұшырады. Өрмекші адам, жол жоқ және Доктор Стрэндж мультиғаламдар ессіздігі фильмдерінде біз уақыт пен кеңістік ережелерін бұзудың салдары қандай болатынын көрдік. Басқа ғаламдар бір-біріне соқтығысып, екеуінің бірі толық жойылып кететін ғаламдардың қақтығыс құбылысы басталды. Бұл ауқымды апаттардың тамыры кімнен басталды? Әрине, Тонидің уақыт машинасын ойлап тауып, Стивтің сол уақытта қалып ережелерді бұзуынан басталды. Ал енді осы үлкен тетікке Виктор фон Думды қосып көрейік. Дум жай ғана зұлым емес, ол өз елін, Латверияны және өз отбасын бәріне жоғары қоятын асқан интеллект иесі. Сиқыр мен ғылымды қатар меңгерген данышпан. Интернеттегі ең мықты әрі логикалық қисынға сай келетін теорияға сүйенсек, алдағы кек алушылар Доктор Дум фильмінде Думның басты мотивациясы билік емес, кек және құтқару болмақ.
Виктор фон Дум өзінің мінсіз бақытты ғаламында отбасымен өмір сүріп жатты. Бірақ кенеттен аспан қызарып, оның ғаламы басқа ғаламмен соқтығыса бастайды. Дум қанша құдіретті болса да бұл ғарыштық апатты тоқтата алмайды. Оның көз алдында оның әйелі және баласы, бүкіл халқы жойылып кетеді. Ол аман қалады, бірақ оның жаны жаралы құбыжыққа айналады. Дум бұл апаттың неден басталғанын зерттейді. Ол уақыт сызықтарын, мультиғаламның құрылымын талдай отырып, ең бірінші жыртылу нүктесін табады. Бұл нүкте 616 ғаламның кек алушыларының уақытпен ойнауы. Дәлірек айтқанда, Стив Роджерстің өткенге барып, уақыт ережесін бұзып, жаңа тармақ ашу еді. Егер біз оқиғаға Виктор фон Думның көзімен қарайтын болсақ, кек алушылар әлемді құтқарушылар емес, олар өздерінің тәкаппарлығынан бүкіл жаратылысқа қауіп төндірген қылмыскерлер. Дум қарапайым зұлым емес, ол өз елін гүлдендіріп, халқын қорғаған, тәртіп пен қауіпсіздікті бәріне жоғары қоятын билеуші. Оның әлемінде бейбітшілік орнаған еді, бірақ ол аспанның жарылып, басқа бір ғаламның оның әлеміне үстінен құлағанын көрді. Бұл инкурсия болатын. Ол өзінің әйелінің, баласының және миллиардтаған халқының көз алдында күлге айналып, кеңістікке сіңіп кеткені шарасыздықпен бақылап тұруға мәжбүр болды. Дум сияқты құдіретті, бәрін өз бақылауында ұстайтын адам үшін бұл ең қорқынышты азап. Ол аман қалғаннан кейін бұл апаттың себебін іздейді. Сиқыр мен ғылымды қатар меңгерген Дум мультиғаламның жадына үңіліп, бәрінің неден басталғанын табады. Ол 616 ғаламда негізгі Марвел ғаламын көреді. Ол Тони Старктың уақыт машинасын қалай жасағанын көреді және ең бастысы, ол Стив Роджерстің өзімшіл шешімін көреді. Виктор үшін Стивтің 1949 жылда қалып қоюы жай ғана романтикалық оқиға емес, Думның түсінігінде. Бұл адам жердің ең ұлы қорғаушысы саналатын Америка капитаны. Бүкіл уақыт пен кеңістіктің тұрақтылығын өзінің бір әйелмен билеу үшін құрбан етті. Думның логикасы мінсіз. Егер Стив уақыт сызығын бұзбағанда, егер кек алушылар уақытпен ойнамағанда, мультиғаламның қақпасы ашылмас еді. Думның отбасы тірі қалар еді. Осы сәттен бастап Виктор фон Думның басты мақсаты билікке жету емес, оның мақсаты кек алу және тәртіп орнату. Ол үшін кек алушылар ғаламның қатерлі ісігі, ал Стив Роджерстің мұрасы толықтай жойылуға тиіс жалғандық. Алдағы кек алушылар Доктор Дум фильмінде Дум жерге жай ғана жаулап алушы ретінде келмейді. Ол судья, ол жазалаушы. Ол жер бетіне келіп кек алушыларға «Сендер әлемді құтқардық» деп ойлайсыңдар. Бірақ сендер оның түбіне жеттіңдер. Сендердің еркіндіктерің хаос, сендердің құрбандықтарың эгоизм деп айыптайды. Стивтің идеологиясы қандай еді? Әрбір адамның өмірі маңызды. Біз еркіндікті қалаймыз. Біз бақылауға қарсымыз. Ал Думның идеологиясы: адамдар еркіндікке лайық емес. Өйткені еркіндік апатқа келеді. Тек менің абсолютті бақылауым ғана ғаламды сақтап қала алады. Дум кек алушыларды жою арқылы Стив Роджерстің идеясының қате екенін бүкіл мультиғаламға дәлелдегісі келеді. Дум оларға өздерінің өткендегі қателіктерінің құнын төлету үшін келеді. Доктор Стрэндж фильмінің соңында Мордо айтқандай, қарызды қайтаратын уақыт келеді. Стив Роджерс өз бақытын алып, қарызды мультиғаламның мойнына іліп кетті. Енді сол қарызы өндіріп алу үшін Дум келе жатыр. Бұл қақтығыстың трагедиясы мынада: кек алушылар Думның неге ашулы екенін бастапқыда түсінбеуі мүмкін, бірақ олар шындықты. Думның отбасы олардың нақтырақ айтқанда Стивтің уақытты бұзуынан қайтыс болғанын білгенде, олардың моральдық тірегі сынады. Олар зұлыммен емес, өздері жасаған құбыжықпен соғысып жатқандарын түсінеді. Стив Роджерстің Марвел кино әлеміндегі жолын толықтай шолып шыққанда біз өте терең, ауыр әрі қайшылыққа толы хикаяны көреміз. Ол Бруклиннен шыққан, денсаулығы жоқ, бірақ жүрегінде әділеттілік оты маздаған жігіт ретінде басталды. Ол күшке ие болды, бірақ өзінің ең жақын адамдарынан, Эрскиннен, Бакиден, Пегиден айырылды. Ол бүкіл өмірін, уақытын мұз астында жоғалтты. Ол оянып, жаңа әлемде өзін таппады. Ол үкіметке сенді, бірақ үкімет оны алдады. Ол достарына сенді, бірақ идеология үшін олармен жауласты. Ол ешқашан берілмеуге тырысты, бірақ көз алдында бүкіл әлемнің жартысы жойылып кеткенде ең үлкен жеңілістің ащы дәмін татты. Және ең соңында ол бәрін қалпына келтіру үшін балға мен қалқанды ұстап құдіреттің шыңына жетті. Бірақ дәл сол шарықтау шегінде бүкіл өмірін басқаларға арнаған адам алғаш рет өзі үшін өмір сүруді таңдады. Ол өткенге оралып Пегимен бірге биледі. Ол бақытты болды. Бірақ ғарыштық ауқымда бұл бақыттың бағасы тым қымбатқа түсті. Оның бір ғана шешімі уақыт тізбегін бұзып мультиғаламның құлауына, ғаламдардың соқтығысуына және Виктор фон Дум сияқты қайғыдан қан жұтқан, текке шөлдеген құбыжықтың тууына әкеп соқты.
Стив Роджерс Марвел кино тарихындағы ең ұлы қаһарман, бірақ оның трагедиясы оның адам екендігінде. Ол құдай емес, ол қателесуден, шашаудан, махаббатты аңсаудан қашып құтыла алмайды. Ол бүкіл әлемді құтқарды, бірақ өзінің ішкі жарасын жазу үшін мультиғаламның тағдырын тәуекелге тікті. Бұл жақсылық пен жамандықтың емес, себеп пен салдардың, құрбандық пен эгоизмнің, махаббат пен ғарыштық апаттың соғысы. Және бұл соғыстың негізі баяғыда 1940 жылдары Бруклиннің кішкентай көшесінде бұзақылардан таяқ жеп жатып, мен бұлай күні бойы төбелесе аламын деп орнынан тұрған жігіттің тағдырынан басталған еді. Оның соғысы аяқталды, бірақ ол бастаған соғыс енді ғана келе жатыр.